Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сіздермен бірге Sinju Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы. Менің есімім Қалиев Берік. Сіздермен бірге 21-40 сұрақтарды шолу жасайтын боламыз. Ендеше 21 сұрақ. Алма кептіргенде массасының 84%-ын жоғалтады. 300 кг жаңа піскен алмадан қанша килограмм кептірілген алма алуға болады? Жаңа піскен алмамыздың салмағы берілген, міне 300 кг деп берілген. Бұл бізге ең басында берілетін алма болғандықтан, бұл біздің 100%-ымыз ретінде алынады. Енді кептіргенде массасының 84%-ын жоғалтады, яғни жоғалтпайтыны ол 100%-дан 84%-ді азайтқан кезде 16%-ы қалады. Осы 16% қаншаға тең болады деп сұрақ қойылып тұр. Ең басында міне 300 алып келінеді, соның 16% ғана қалатын болса, 300-дің 16%-ы нешеге тең деген сұрақ қой негізінде. X-ті табу үшін 300-ді көбейтеміз 16-ға, сосын бөлеміз 100-ге. 300 бенен 100-ді қысқартамыз, 3 болады, 3-ті 16-ға көбейтсек 48, жауап бізде С нұсқасы болады екен. Сонымен келесі есеп 22-ші. Самат оқыған кітаптың 1%-ы 4 бет. 1% ол 4 бет дейді. Яғни бірден білуге болады, 100% ол 400 бет екен. Сонда барлық кітап 400 беттен құралған. Егер ол 30%-ын оқыған болса, тағы қанша бет оқу керек дейді. Ол 30%-ын оқып тастады, әлі 70%-ын оқу керек, яғни 0,7-ін оқу керек. Мына 400-дің 0,7-ні көбейтеміз 400-ге сонда. 0,7-ні 400-ге көбейтетін болсақ, ол 7-ні 40-ға көбейткен сияқты болады. Мына 0-ді алып тастаймыз, өтір 10-ға қарай бір-ақ рет жылжиды. 7-ні 40-ға көбейтетін болсақ, 280, жауап А нұсқасы болады екен. Сонымен келесі есеп, ерітіндінің 40% тұз. Егер сіз 120 грамм тұз қоссаңыз, онда ерітіндінің концентрациясы 70%-ке тең болады. Алғашында ерітіндіде неше грамм тұз болды дейді. Ең басында ерітіндіміз берілмеген, қандай ерітінді екені, оны X деп аламыз, оның 40% тұз. 40% тұз, яғни 0,4 деген сөз, X-тің тұз. Оның үстіне 120 грамм тұз қосайын деп жатырмыз. Сонда тұзымыз 120-ға көбейеді, жалпы массамыз тоже 120-ға көбейеді деген сөз. Онда ерітіндінің концентрациясы 70%-ке тең болады дейді. Осы концентрация енді 70% құрайды. 70% деген 0,7 ғой. Осылай болады, ал мұнаусында жалпы массамыз 100%, яғни 1 деген сөз. Енді бұл жерде пропорция құрастыра қоямыз. Тек қана 0,7-ні X қосылған 120-ға көбейтсетін болсақ, 0,7X қосылған 120 менен 0,7-ні көбейтсек 84 шығады. Тең болады, 1 көбейтілген 0,4X қосылған 120, ол осылай көшіріп жазылады. 0,4 қосылған 120 деп. Сонда, мына 0,4X-ті мына жаққа минус қылдырып жіберетін болсақ, мына жақта 0,3X болады, ал мына 84-ті мына жаққа минус қылдырып жіберетін болсақ, мына жақта минус 84 болып барып, ол 36-ны береді. Сонда X-ті табатын болсақ, X бізде 36-ны 0,3-ке бөлу керек, немесе 360-ті біздер бөлеміз 3-ке. Үтірді былай қарай жылжытатын болсақ, мынаның орнына 0 қосылады, сонда 360-ті 3-ке бөлген сияқты болып қаламыз. 360-ті 3-ке бөлетін болсақ, 120, жауап А сияқты көрінеді, бірақ та соңында сұраққа мән береміз тағы да. Алғашында ерітіндіде неше грамм тұз болды дейді. Тұз болды деп сұрақ қойылып тұр. Ең басындағы ерітіндінің массасы сұралып тұрған жоқ. 120 бұл біздегі ерітіндінің массасы ең басындағы. Бізде осының құрамында қанша тұз болды дейді. Осы 120-ны көбейту керек біздер 40%-ке, значит 0,4-ке. Сол кезде ол 12-ні 4-ке көбейткен сияқты болады. 12-ні 4-ке көбейтетін болса 48, жауап С нұсқасы болады. Сонымен келесі 24-ші есеп. Бірнеше сандардың арифметикалық ортасы 25-ке тең. Бірнеше дегеніміз бұл бізге белгілі сан емес, сондықтан бір X санының арифметикалық ортасы 25 деп берілген. Біздер білеміз, арифметикалық ортаны табу үшін не істейміз? Барлық сандардың қосындысын, яғни сандардың қосындыны бөлеміз сол жердегі элементтердің санына. Қосындыны санға бөлеміз. Неше сан бар, соған бөлеміз. Мысалға, бірнеше санның арифметикалық ортасы 25 болса, значит, мынау 25-ке тең болып тұр. Бірнеше сан деп мына жақта X беріліп тұр.
қосындысы сонда нешеге тең болады? 25-ті x-ке көбейткенге тең болады. Сонда 25-ті x-ке көбейтетін болсақ, бұл бізде сол бірнеше санның арифметикалық ортасы емес, бұл бірнеше санның қосындысы болып кетеді. Егер осы сандарға 75 санын қосатын болсақ, мына үстіне әкеліп 75-ті бүйтіп қосатын болсақ, онда дейді, осы сандардың арифметикалық ортасы 35 болады деп тұр міне. Енді осы сандардың арифметикалық ортасын табу үшін мына жерде міне x санның қосындысы, мынау тағы да бір сан қосылды, сондықтан біздер x-қа бөлмейміз. x қосылған 1-ге бөлеміз. Сол кезде 35 болды дейді. Сонда 25x орында қалады, қосылған 75 пен 1-ге. Мына x плюс 1-іміз мына жаққа көбейтіліп барады. Сонда 35 пенен x-ті көбейтетін болсақ 35, 35 пенен 1-ді көбейтетін болсақ, мына жерде 35x қосылған 35 болады. Енді мына 25x-імізді мына жаққа минус қылдырып алып келеміз. Сонда 35x-тан 25x алсақ 10x болады. Ал 35x-іміз мына жаққа минус болып барған кезде 75-тен 35 алсақ 40 болады. Сонда x-тің 4-ке тең екені белгілі болады. X дегеніміз 4-ке тең, жауап Б нұсқасы. Келесі 25-ші есеп. Математика олимпиадасында оқушыларға 3 есепті шешу ұсынылды. Біреуі алгебрадан, екіншісі геометриядан және тригонометриядан. Міне бізде алгебра бар, геометрия бар екен, тригонометрия бар екен. Енді қарастырамыз. Алгебра, геометрия, тригонометрия деп біздер өзімізге не шығарып аламыз? Вен диаграммасын құрастырамыз. Мынау алгебра үшін, мынау геометрия үшін, мынау тригонометрия үшін болсын. Енді олимпиадаға 1000 оқушы қатысты. Барлығы 1000 оқушы бар. Ол олимпиада нәтижелері келесіндей болды. Алгебрадан есепті 800 оқушы шығарды. Мына жерге 800 деп жазамын. Енді 800 оқушы, жоқ, 700 оқушы геометриядан шешті дейді. Мына жаққа 700 деп жазамыз екен. Ал тригонометриядан 600 оқушы шешкен. Мына жерде 600 болады. Алгебра мен геометрияны 600 оқушы, алгебра мен геометрияны мынаның ортасына екеуіне 600 деп жазатын болсақ, мынау енді бізде 200 болып қалады. Мынау 100 болып қалады. Алгебра мен геометрияны 600 оқушы дейді. Осын жаздық. Алгебра мен тригонометрияны 500 оқушы. Мына жерге 500 жазатын болсақ, 200-ден 500 азайтамыз. Минус 300 болады. 600-ден 500 азайтамыз. 100 болады. Ал геометрия мен тригонометрияны 400 оқушы шығарды. Мына жерде минус 300, мына жерде де минус 300 болады. Енді қарайық. 300 адам алгебрадан да, геометриядан және тригонометриядан да есептеді. Яғни барлығын есептеген деп тұр. Ортасына мына жерде 300 болады, ортасында. Сонда мына жерден азайтылады 200, мынадан азайтылады 100, мынадан азайтылады 300. Ал мыналарға қосылады. 0 болып кетеді. Сонда минус 300-ге 300 қоссақ, мынау 0 болады, мынау 0 болады. Сонда бізден қалғаны мынау 300, мына 300, сосын мына 300, сосын мына 100, сосын мына 200. Сонда 300-ге 300 қоссақ 600, 600-ге 100 қоссақ 700, 700-ге 200 қоссақ 900. Барлығы 1000 оқушының 900-і бір есепті шығарған минимум. Сондықтан қалған 100-і ешнәрсе шығармаған деген сөз. Жауап Б нұсқасы болады. Міне қанша оқушы бірде-бір есепті шығара алмады деп сұрақ қойып тұр мына жерде. Сонымен келесі 26-ші есеп. Егерде x дегеніміз минус 5 пенен 7-нің ортасында, ал y 3 пенен 10-нің ортасында тұрса, онда x пен y-тің көбейтіндісінің ең кіші мәнін тап. Яғни бұл жерден көбейтіндінің ең кіші мәнін табу керек біз. X минимум бізге минус 4 болады. Ал y минимум бізде 2 болады. Сондықтан, жоқ, 2 емес, 3 пенен 10-ның ортасында 4 болады y минимум. Сол кезде минус 4 пен 4-ті көбейтетін болсақ, біздер білеміз минус 16 болатын. Бірақ та бұл жауап болмайды, себебі бұл ең кіші жауап емес. Егер минус 4 пен 4-ті көбейтетін болсақ, бізде минус 16 шығады, бірақ одан да кіші сан жасауға болады. Қалай? Y-тің орнына 4-ті қойуға болады ғой. Содан кейін 9-ды да қойуға болады мысалға. Себебі 3 пенен 10-нің ортасында 9 да бар. 9-ды алып осы минус 4-ке көбейтетін болсақ, мына біздің минус 36-мыз шығады екен. Минус 36 әрине минус 16-дан кіші минусы болғандықтан. Жауап А нұсқасы болады сондықтан.
Келесі есеп барлық натурал шешімдердің қосындысын тап. Бұл жерде көріп отырғандарымыздай бөлімінде 2 деген сан тұр, сондықтан барлығын 2-ке бөлеміз. 2-ке көбейтеміз барлығын. Сол кезде былай болады. Мына 2-ге көбейтетін болсақ, 2 менен мына 2 қысқарып, x минус 3-тің өзі қалады. Кіші немесе тең. Мына жерді 2-ке көбейтетін болсақ, мына 2 мен мына 2 қысқарып, 7x азайтылған 14 деген қалады. Сосын мына жерді 2-ке көбейтетін болсақ, 2 менен 5 бізге 10-ды береді, 10 менен мына 6 көбейтіледі, сосын 10 менен мына минус 2x көбейтіледі. Сонда қосылған 60 азайтылған 20x болады. Ал енді мынаны 2-ке көбейтетін болсақ, неше болады? 10,15-ті 2-ге 21 болады. Енді сосын барып жасаймыз. Мына жақта 7x азайтылған 20x. Бұл жерде бізде минус 13x шығады. Минус 13x мына жаққа көшкен кезде плюс 13x болып барады. Сол жаққа мына x пенен қосылып 14x-ті береді. Мына жерде минус 14 плюс 60 46-ны береді. 46-ға 21-ді қосатын болсақ, 67. 67, сосын мына минус 3-іміз оған барып қосылып келген кезде 67-ге 3 қосатын болсақ 70 болады. Таңба өзгермейді. Таңба тек қана минус санға көбейтіп бөлген кезде ғана өзгеретін білеміз. Сондықтан таңба қалады. X-ті табатын болсақ, сонда x кіші немесе тең, біздер қазір 14-ке бөлеміз 70-ті, сол кезде 5 болады. Яғни координаталық осымызда 5 деген нүктеміз бар екен, боя алатын 5 деген. Содан осы x-іміз кіші, яғни минус x-діктен бастап 5-ке дейін. Бірақ бізден сұрап отырған нәрсе натурал шешімдердің қосындысы. Натурал дегеніміз қандай сандар? Олар оң сандар және бүтін сандар. Оң және бүтін болатын сандар. Яғни оң сандар және бүтін сандар мына жерде 1, 2, 3, 4, сосын мына 5 кіріп тұр. Себебі мына жерде немесе тең деп қатаң емес теңсіздік тұр. Сондықтан осы 1-ге 2-ні қосамыз, оған 3-ті қосамыз, оған 4-ті қосамыз, оған 5-ті қосамыз. Сол кезде жауап 15 шығады екен. Жауап С нұсқасы. Келесі есеп периодтық бөлшектерді көріп тұрмыз. 0,3 периодта дейді, яғни бұл 9-дан 3 деген сан. Мынау. Сосын енді келесі санымыз 0,158 және 3 периодта дейді. Бұл дегеніміз 1,9 болады. Сосын 2,0 болады қасында 900 болып. Сосын мына 583 деген саннан 58 деген санды азайтамыз. Мына үтірден кейінгі бүкіл сандар тұр ғой, 583-тен азайтамыз. Мына үтір менен жақшаның ортасындағы санды. 583-тен азайтамыз 58-ді. 13-тен 8 азайтатын болсақ неше болады? 5 болады. 1-ді алып тастадық, мына жақтан 7-ден 2-ні азайтсақ, 5 азайтсақ 2 болады. Мына жақта 525 екен. 525. Ортасындағы плюс деген таңбаны орнына қойып қоямыз. Азайтылған. Мына жерде жақшаның ішінде тек қана 2 цифр болып тұр. Үтір мен жақшаның ортасында цифр жоқ. Сондықтан жақшаның ішінде 2 цифр болғасын бөліміне 2,9 береміз. Ешқандай сан жоқ болғасын 0 берілмейді. Мына жерде үтір мен жақшаның ортасында сан болды, сондықтан 2,0 берілді. 2 цифр болғандықтан. Мына жерде үтір мен жақшаның ортасында цифр жоқ. Енді мына 154 деген саннан азайтамыз осы 1 деген санды. 154-тен 1-ді азайтатын болсақ 153 болады. Қосылған 0,165, яғни 100-65 деп жазамыз. Тең болады. Мына жерге жазайын, тең болады. 9-дан 3 дегеніміз бұл 3-тен 1 болып қысқартылады. Мына 900 бен 25-ті қысқартамыз. 25-ке 50-ден алсам 2 болады. Сосын мына 5-тен алсам 1 болады. Енді 900-ді 25-ке бөлейін деп жатырмын. Сондықтан 100-дің ішінде 4 рет бар 25, 900-дің ішінде неше рет болады? 32 рет болады. Дұрыс қой. 4-ті мен 9-ға көбейтетін болсам, жоқ, 36 рет болады. Содан кейін 36 менен 21-ді тағы да қысқартуға болады. Сондықтан жерде 3-ке қысқартатын болсақ 7, ал мына жақта 12 болады екен. 12-ден 7 деген санды шығады. Сонда мына 36-дан 21 дегеннің орнына 12-ден 7 деп жазсақ болады екен. Қосылған 12-ден 7 дейміз. Азайтылған 153 пенен 99. Екеуін қысқартамын қазір 9-ға. Сонда астында 11 қалады.
Мына жақта мына 15-тен алатын болсақ 1 болады. Сосын 6 қалдық. Мына 63 болады. Мына 3 пенен. Ол кезде 7 болады. 17 бөлінген 11. Сосын қосылған 100-ден 65 дегенде 5-ке қысқартатын болсақ, мына жақта 20, мына жақта 13 болады. 20, мына жақта 13 болады. Тең болады дейміз. Енді қарайық. 3-тен 1-ге 12-ден 7-ні қосамыз. 3-тен 1 дегеніміз бұл 12-ден 4 қой. 12-ден 4-ке 12-ден 7-ні қосатын болсақ, 12-ден 11. Минус 11-ден 17. Қосылған 20-дан 13. Тең болады. Осы есепті шығару керек. Біз бірінші мына екеуін шығарып алайық. Мына екеуінде 12 менен 11-дің ортақ бөлімі 132. Сонда ортақ бөлімі 132 болады. Себебі 12-ні 11-ге көбейтетін болсақ 132. Сонда 132-ні 12-ге бөлсек 11, 11-ге бөлсек 12. Мына жерде бізде 121 шығады. Содан азайту керек. Біз 17-ні 12-ге көбейтсек неше болады? 17-ні 12-ге көбейтетін болсақ 204 болады. Енді 121-ден 204 азайтамыз. Сонда минус 83 қалады екен. Сонда минус 83 бөлінген 132-ке қосу керек. Біз енді 20-дан 13-ті. Сонда мынандай қызық нәрсе. Мынаның таңбасы минус болып тұр. Сондықтан мына екеуінің орындарын бетіп алмастырып қоятын болсақ, қазір қарайық. 20-дан 13 азайтылған 132-ден 83 деп жазуға болады. 20 менен 132-нің ортақ бөлімі бұл бізде қазір нешеге тең болады, соны білу үшін былай жасайық. Мыналардың барлығын өшіріп тастайын. Осы жерге жазайық. 20 менен 132-нің ортақ бөлімін табу үшін осылай екі ойесын табамын. 20-ны 2-ке бөлем 10 болады, 2-ке бөлем 5 болады, енді дағы 5-ке бөлем 1 болады. Мынаны 2-ке бөлетін болсақ 66 болады, тағы да 2-ке бөлем 33 болады, енді 3-ке бөлем 11 болады, енді тек қана 11-ге бөлінеді 1 болады. Сонда екеуінде де бар нәрсе бұл 2 менен 2, тағы да 2 менен 2 болды. Сонда мына екеуі қайталанып тұрғандықтан мына екеуі арқылы 2-ні және де 2-ні көбейтемін. 4 деп аламын. 4-ті мына 5-ке көбейтемін 20. 20-ны 3-ке көбейтемін 60. 60-ты 11-ге көбейтсем 660 болады екен. Сонда бұлай 660-ты 20-ға бөлетін болсақ неше болады? 33 болады ғой. Ал 660-ты 132-ге бөлетін болсам 5 болады. Дұрыс. Енді 33-ті 13-ке көбейтем. 33-ті көбейтемін 13-ке. Сонда 3 пен 3-іміз 9-ды береді. Мына 3 пен 3 тағы да 9-ды береді. 1 менен 3 3-ті береді. 1 менен 3 3-ті береді. 9, мына жерде 2, мына жерде 4. 429. 429 деген саннан азайту керек біз екен. 8-ді 83-ті 5-ке көбейтетін болсақ 415 болады. 429-дан 415 азайтатын болсақ 14. 14 бөлінген 660. Немесе екеуінде 2-ке қысқартатын болсақ 7 бөлінген 330 болады. Жауап міне Д нұсқасы. 7 бөлінген 330. Келесі есеп. Қандай санның 12%-ы 0,74-ке тең болады? Бұл өте оңай есеп. Қандай санның 0,112-сі деген сөз ғой сонда. X-тің. Ол тең болады екен 0,074-ке. Сонда X-ті табу үшін не істейміз? 0,1074 деген санды бөлу керек біздер 0,112 деген санға. Яғни үтірден кейін мына жерде 3 сан бар, мына жақта тоже 3 сан қалдыру үшін 0-ды қосып жібереміз. Сонда біздер 74 деген санды 120 деген санға бөлу керекпіз. 74 пен 120-ның екеуін қысқартамыз 2-ге. Сонда 37 бөлінген 60 болады. Жауап Б нұсқасы. Келесі есеп 30-шы. 400-дің 5%-ын 5%-ға арттырдық. Сонан соң 5%-ға азайттық. Пайда болған сан қандай?
Ең бірінші 400-дің 5%-ын деп тұр. 400-дің 5%, яғни 400 көбейтілген 0,105. 5%-ға арттырдық. Яғни 1,105-ке көбейттік. Содан соң 5%-ға азайттық дейді. Яғни 100%-дан 5% азайтсақ 0,195 қалады ғой. 0,195-ке көбейтеміз. Сонда 400-ді 0,105-ке көбейт дегеніміз, ол 4-ті 5-ке көбейт деген сияқты болады. Міне 2 0-ны алып тастайтын болсақ, өтір 2 рет жылжиды бүйтіп, 4-ті 5-ке көбейткен сияқты боламыз, 20 болады. Ал 20-ны 1,105-ке көбейт деген сөз. Яғни 2-ні өтірді былай қарай жылжытып, 2-ні как будто біздер 10,15-ке көбейтіп отқан сияқты боламыз. 2-ні 10,15-ке көбейтсек, біздер білеміз 21 болатын. Сонда осы 21 деген санды біздер көбейту керек, біз енді 0,195-ке. 0,195 деген санды 21-ге көбейтейік. 5 болады, 1 менен 9, 9 болады. Мына жерде 2 менен 5-іміз 0-ді береді, 1 ойда, 2 мен 9, 18, 1 ойдағысымен 19. Сонда мына жерде 5, мына жерде 9, мына жерде 9, мына жерде 1. Өтірді мына жерге қоямыз. 19,195 жауап С нұсқасы болады екен. Келесі 31-ші есеп, егер де дөңгелек радиусын 3 есе арттырсақ, оның ауданы қалай өзгереді? Аудан дегеніміздің формуласы бойынша пиді r квадратқа көбейту керекпіз. Енді бізге айтады, радиусын 3 есе арттырсақ деп тұр. Радиусы қазір тек қана r болып тұр. Соны 3 есе арттырып 3r қылдыратын болсақ, мынаның орнына 3r'ді. Оны квадраттау керек боламыз, алдында пи дегені бар. 3r-дің квадраты болса, мына квадрат ол 3-дің да квадраты, r-дің да квадраты болады. 3-дің квадраты біздер білеміз 9 болады, r-дің квадраты r квадрат болады. Сонда пи көбейтілген 9r квадрат, бұл біздің енді s-іміз болу үшін, s деген пи-r квадрат қой. Ал 9 пи-r квадрат болып тұрғасын, ол 9s болады. Сонда 9 есе артатындығын көріп тұрмыз. Жауап С нұсқасы. Келесі есеп, шеңбердің ұзындығын 5 есе кеміту үшін оның диаметрін қалай өзгерту керек? Шеңбердің ұзындығы деген, ол C деген формула арқылы беріледі. 2-ні пи көбейтілген r-ға көбейтеміз. Немесе біз білеміз ғой, 2 көбейтілген радиус дегеніміз ол диаметрді береді. Диаметрді пи-ге көбейтіп, d көбейтілген пи деп жазсақ та болады. Енді ұзындығын 5 есе кеміту үшін, ұзындықты 5 есе кеміт деген сөз 5-ке бөл деген сөз. Мына жақты да 5-ке бөлу керек. Сонда өзіміз көріп тұрмыз, диаметр 5-ке бөлініп тұр. Бұл жерде де 5 есе кеміту керек. Жауап А нұсқасы. Келесі 33-ші есеп, мына жерде келесі сандарды жүздіктерге дейін жуықтап салыстырыңыз дейді. Біздер білеміз, жүздік дегенменен жүздік үлес деген нәрсе екеуі екі түрлі нәрсе. Жүздік дегеніміз біздің мына ең соңғы 6 дегеніміз бұл бірлік, мынау ондық, мынау жүздік міне. Сонда қарай, 8, 7, 8, 5, 1, 2, 6, 1, 4, 0, 1, 1, 5 деген сан тұр. Соны біздер мына жерге шейін не істеу керекпіз? Жуықтау керекпіз. Сонда мына 5-ті алып тастап 0 жазатын болсақ, мынау 2 болып кетеді. Енді 2-ні алып тастап 0 жазатын болсақ, мынау 1 болып қала береді. 1-ді алып тастап 0 жазатын болсақ, мынау 0 болып қала береді. 0-ді алып тастап жазатын болсақ, мынау 4 болып тұра береді. 4 дегеніміз ол 5-тен үлкен емес, сондықтан мынау 1 болып тұра береді. 1-ді алып тастасақ, мынау 6 болып тұра береді. Енді үтірдің мына жағын бітірдік. Мыналардың барлығын просто алып тастауға болады деген сөз. Сонда мына 6 дегеніміз енді 5-тен үлкен ғой. Мынаның орнына 0 қоямыз енді. Себебі бұл бүтін сандарды дөңгелек деп жатырмыз. Мынаның орнына 0-ды қоятын болсақ, мынау біздің 3-іміз болып кетеді. Ал енді мына 3 дегеніміз ол 5-тен үлкен емес, сондықтан бұның орнына 0-ды қойған кезде мынау 1 болып тұра береді. Сонда осындай сан шығады. Енді мынаны дөңгелектеу керекпіз. Сонда мына 6-мыз мынаны 2 қылдырады, мына 2-міз 6 қылдырып тұра береді, мына 6-мыз мынаны 7 қылдырады, 7-міз мына 2-ні 3 қылдырады, 3 деген мына 1-ді өзгертпейді, 1 болып тұра береді. 1 дегеніміз мына 0-ды өзгертпейді, тұра береді. Сол кезде қараңыздар, мына ең соңында 0 тұр, мына 4-ті 0-ге айналдыратын болсақ, оның алдындағы санға ешқандай сан қосылмайды. Сонда міне осылай шығады. Ешқандай сан қосылмайды да, дәл осылай шығады. Қарап отырсақ, мына сан менен мына сан екеуі бір-біріне тең екен. Жауап С нұсқасы болады екен. Келесі есеп. Енді бұл есепте осы санды мыңдық үлеске дейін, міне мыңдық үлеске дейін
мыңдыққа дейін деп тұрған жоқ, мыңдық үлеске дейін. Сонда қараймыз. Мынау бізде 10-нан 2 деп оқылады ғой, тек қана мына 2 болатын болса. Мынау 100-ден 20 деп оқылады. Мынау 1000-нан 3 деп оқылады. Яғни осы жерге шейін, осы жерге дейін біздер дөңгелектеу керек екенбіз. Сонымен мына 6-ны қараймыз, оны 0-ге айналдыратын болсақ, мына 5-іміз біздің 0-ге айналып, 6-ға айналып кетеді. Сосын оны да 0-ге айналдыратын болсақ, мына 2-ні 3 қылдырады. Сонда бұл 3-ті 5-тен үлкен емес болғандықтан 0-ге айналдырған кезде оның алдындағы 3-ке ешқандай әсері жоқ. Сондықтан дәл осындай жауап болады. Міне. Дәл осындай жауапты біздер Д нұсқасынан көріп тұрмыз. Жауап Д болады. Келесі есебіміз ауыл мен қаланың арасы 240. Айдар жолдың бірінші бөлігін 2 сағат бойы 80 км жылдамдықпен, 2 сағат бойы 80 мен жүрді, яғни 160 км жүрді. Екінші бөлігін 2 сағатта өтті дейді. Яғни екінші бөлігі ол 40 минут, дұрыс қой. Сонда Айдардың қозғалысының орташа жылдамдығын тап дейді. 160 км жүрді 80 менен. Сосын біздер тағы да 2 сағат бойы ол 40 мен жүрді дейді. Сонда бізде барлығы 4 сағат уақыт кетті. Сондықтан не істейміз? Қалғаны 80 км ғой. Себебі 240 ол барлығы. Сондықтан 4-ке бөлеміз. Сонда барлық жолды бөле қоямыз, тек қана барлық кеткен уақытқа. 240-ты 4-ке бөлетін болсақ, жауап 60 км сағат С болады. Сонымен келесі 37-ші есебіміз. Жазыңқы бұрыштың 5-тен 1 бөлігіне тік бұрыштың 3-тен 1 бөлігін қоссақ неше градус шығады? Жазыңқы бұрыш дегеніміз бұл біздің 180 градус. 180-нің 5-тен 1 бөлігі, яғни 180-ді 5-тен 1-ге көбейту керекпіз. Оған қосу керекпіз тік бұрыштың, яғни 90 градустың 3-тен 1 бөлігін. 180 менен 5-ті қысқартамыз, мына жерде 36 қалады. 90 менен 3-ті қысқартамыз, мына жерде 30 қалады. 36-ға 30-ды қосатын болсақ, 66 деген жауап шығады. Б нұсқасы болады екен. Келесі есеп. Боялған фигураның ауданын тап. Бұл жерде біздер көріп тұрмыз. Мына жерді біздер былай бөліп жібере аламыз екен. Осылай бөліп жіберетін болсақ, бізге керек нәрселеріміз, фигураларымыз бұрыннан білетін фигуралар болып шығады. Сонда ойланайық. Егер де мынадан бастап мынаған дейін 12 см болса, оның үстінде де 12 см деген сөз. Сонда мынау біздің 4, мынау 2, ал қалғаны мынау. Сонда ол 6 деген сөз. 12-ден азайтамыз мына 6-ны. Сол кезде мына 6 шығады. Енді ені мынау 6-ға тең болғандықтан мынау да 6-ға тең ғой. Сондықтан мына жерде 6 болады. Бізге енді бірінші мына жерді табу керек. Бірінші осы 3 бұрышты табу үшін біздер мына 6-ны мына 6-ға көбейтеміз, 36 болады. 36-ны 2-ге бөлеміз, 18 болады. Мына жер 18. Енді ортасы дегеніміз бұл да тік 4 бұрыш. 4-ті 6-ға көбейтеміз, 24 болады. Содан кейін қосамыз. Мына 2 менен 6-ны көбейтетін болсақ 12, 2-ге бөлеміз, себебі бұл жартысы ғана боялып тұр мына жерде. 12-ні 2-ге бөлетін болсақ 6 болады. Сонда 18-ге 24-ті оған 6-ны қосатын болсақ, жауабы 48 см квадрат. С жауабы шығады екен. Сонымен келесі 39-ші есебіміз. Сатушыда 48 алтын болған. Ол соның 75%-не, яғни 4-тен 3-не деген сөз ғой. 4-тен 3-не деген мағынаны білдіреді, 75%. Мынаның 4-тен 3-і бұл 36. 36-сына жаңа тауар сатып алған. Оны 1,5 есе қымбат баға сатып алды. Енді қарай, 48 алтын болды, оның 36-сына тауар сатып алып, сонда өзінде қайтадан 12-сі қалды. Мынаның бәріне тауар сатып алыпты. Сол тауарын 1,5 есе қымбат бағаға сатты. Яғни біздер енді 36-ны көбейтеміз 1,15-ке, себебі біздер 36-ға сатып алған тауарымызды 1,5 есе қымбатқа сатқан кезде қанша табатынымызды білу үшін. Сосын мына бізде бағана қалған 12-ні қосу керекпіз міндетті түрде. 36-ны 1,5-ға көбейтетін болсақ, 36-ның өзінің жартысын қосамыз, яғни 18-ді. Сол кезде неше шығады? 54 шығады. Сосын 54-ке қосамыз 12-ні. 54-ке 12-ні қосатын болсақ, 66 жауап Д нұсқасы шығады екен. Келесі есебіміз. Азат кітаптың 7-тен 2-сін оқығаннан кейін оған әлі 165 бет қалды. Кітап қанша беттен тұрады? Яғни ол 7-ден 2-сін оқып тастап,
Сонда 7-ден 5-і қалды деген сөз ғой. Яғни 7-ден 5x-тің ол 165-ке тең екен. Сонда x-ті табу үшін біздер не істейміз? 165-ті көбейтіп 7-ге, сосын бөлеміз екен 5-ке. 165 пенен 5 қысқарады. Сонда мына жерде 33 қалады. 33-ті 7-ге көбейтетін болсақ, 231 С жауабы шығады екен. 231. Сонымен 40 сұрақтың барлығын тексеріп болдық. Шолуларды жасадық. Барлығыңызға түсінікті деп ойлаймын. Сәттілік тілеймін. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.